бұл біздің айтқанымыз өлген адамға не істей аламыз деген сияқты. Өлген адамға не нәрсе пайда береді? Мына нәрсені біліңіздер. Өлген адамға пайда беретін нәрселердің бәрі екіге бөлінеді. Бірінші, өлген адамның өзі өлмей тұрып істеген істерінен пайда көреді. Өлгеннен кейін артта қалған мұсылмандардың дұғасынан пайда көреді. Осы ғана жол, оған пайда көреді. Басқа пайда көрудің жолы жоқ. Ондай болатын болса, біз енді екі хадиске тоқталып өтейік. Сол екі хадисті түсіндіру мақсатында. Бірінші хадис, бұл кең таралған хадис. Бұны әрқайсыңыз жаттап алғандарыңыз жақсы. Өзіміз үшін де пайдалы, өзге үшін де пайдалы, халыққа жеткізу үшін де пайдалы хадис. Бұл Муслимнен жеткен сахих хадистің бірі. Иза мата ибну Адам инқата анху амалуху илля мин саласин илля мин садақатин жариятин ау айлмин интафау бихи деп келеді, ау валадин солихин ядау лаху деп келетін хадис. Аудармасы: егер адам баласы өлсе, оның бүкіл ісі тоқтайды, кесіледі, және де ол үш-ақ нәрсе оған пайда береді. Оның садақат жария біріншісі, екіншісі пайдалы ілім, өзгелерге пайдасын көреді, үшіншісі артта қалған ізгі бала соның дұғасынан пайда көреді дейді. Енді осы хадисқа әрбір несіне бір тоқтап көңіл бұрып кетейік. Біріншісі, иза мата ибну Адам, егер адам баласы өлсе. Егер адам баласы өлсе. Бұл жердегі өлді деп атқанымыз денесі мен рухының ажырағанын айтып жатырмыз. Өлсе дейді, инқата анху амалуху, оның істері, қата сөзден арабтың, кесіледі, тоқтайды, бітті. Инқата анху амалуху, бүкіл амалдары тоқтайды. Оның қасындағы жақсы жаман ісін жазып жүрген періштелер кітапты жабады. Ол кітаптың ішінен бір күнәні суырып ала алмайсың, ол кітаптың ішінен бір сауапты кіргізу мүмкіндігі жоқ. Бітті. Сен сол өлгенше не істедің, сол нәрсе өлшеніп қалды да, кітап жабылды. Инқата анху амалуху. Одан кейін бітті, ешқандай амал істеп мүмкін емес. Өлген адамға намаз ешқандай жоқ. Өлгеннен кейін намаз, ораза деген нәрсе жоқ. Істесең де сауап жоқ. Тірі кезде істеп қалу керек. Осы дүниеде бізге берілген құлшылықтар, ізгіліктеріміз, құлшылық осы дүниеде берген бізге ізгілік болып табылады. О дүниеде оның құлшылығы жоқ. Сол үшін намазды сондай жақсы көрген сахабалардың айтқан дұғалар бар. Алла, өлгеннен кейін құлшылық, намаз жоқ қой. Намаздан рахаттанатын олар. Егер сен жер бетінде өмір сүрген адамдардың біреусіне өлгеннен кейін молада да намаз оқуға рұқсат берсең, соны маған берші деп сұрайды екен да. Сондай рахаттанады екен намаздан. Қазір намаздан бүкіл айтыр, мың сылтау айтып қашқымыз келеді. Бүкіл ісі тоқтайды дейді. Инқата анху амалуху. Осы хадис өлгендерге сүйінуға болмайтындығын дәлел болатын хадис. Бітті, амал тоқтады. Ол ешқандай сауап іс істей алмайды екен. Ал егер сен біреу көмектесетін болсаң, сауап іс емес па? Онда бұл жерде өлгендердің амал тоқтады деп айтпас еді. Онда егер әруақтар өлгеннен кейін де тумайтын әйелді туғызып, өлгеннен кейін де аламай жүрген квартираңды алып беретін болса, өлгеннен кейін де сенімен бірге тренировкада жүретін болса, онда амал тоқталды деп айту, онда пайғамбардың хадисі өтірік болып шығатын еді ғой. Ол өлгеннен кейін де жұмыс істеп жатыр екен де әлі. Работа после пенсии болып жатыр онда. Бұндай нәрсе жоқ. Бітті, өлді ма, ол ешқандай тірілердің тіршілігіне араласа алмайды. Бітті, инқата анху амалуху илля мин саласин. Үш-ақ нәрсе пайда береді. Оның амал дәптеріне үш-ақ сауап кіруі мүмкін. Олар қайсы екен? Хадис бізге түсіндіреді. Біріншісі садақатын жариятун, бұл дегеніміз сауабы өлсе де тоқтамай жүріп жатқан садақалар. Бұны адам көзі тірісінде істеу керек. Мысалға, мешіт соғып кетті, медресе салды, жол салды, болмаса бір Құранды көбейтіп шығарды, Құран шығаруға көмектесті, кітап шығаруға көмектесті, сол кітап тарады, Құранның аудармасы, болмаса бір діни кітап, фиқ кітап, ақида кітап, дұрыс кітаптар тарады, онда оның егесіне өліп кеткеннен кейін сол мешітте адамдар намаз оқи бергенше, медреседен білім алғанша, сол кітаптарды әрбір адам ашып ішін оққан сайын ол адамға сауап барады да тұрады. Өлсе де. Сол үшін біз тірі кезімізде осындай счеттарды ашып тастағанымыз жақсы. Осындай кезде кімде мүмкіндік болып тұр, қанша адамдар бар, мысалға оның ақшасы бар, ол шетелге барып курортқа қыдыруға мүмкіндігі болып тұр еді, бірақ та сол ақшасын бәрін алды да әйелдеріне, бала шағасына сабыр қылыңдаршы. Осы садақаны біз бір мұсылмандарға пайда беретін бір діни кітап, Құран кітабын аударуға қосайық деп бере салған кісілер кездессе, бұл қанша сауап тауып кетеді. Ол ертең анау шетелдің курортында емес, Аллахтың жәннатында демалуға путевка алады да сонда. Субханалла. Сол үшін біз тірі кезіміз өзімізге пайда беретін нәрсені дұрыс.
қолынан келгенше. Сол сияқты мешітке кілем төсеп атады. Бұл да сауап. Сол кілем тозғанша үстіне қанша адам намаз оқыса. Сол да сауап болады. Біреу мешітке кондиционер беріп жатады, біреу пешін жөндеп атады. Болмаса осы нәрселер және көптеген сауапты істер бар. Сен өлгеннен кейін де артынан сауап баштап тұратын, бұнда садақатын жариятын, өлсең де сауап барып тұрады дейді. Өйткені одан пайдаланып атқандар көп. Сен өлгеннен кейін де пайда беріп атсың. Екіншісі, ильмун юнтафаху бихи. Өзіңнен кейін пайда көретін ілім. Бұл шариғат ілімдері негізі. Егер сен бір Құран аятын білесің, бір хадисті білесің, оны балаңа яки немереңе үйретіп кетсең, ол сенен кейін шөбіреге үйретсе, ол немереңе жекжат жұрағатқа кетсе, сол сауаптың бәрі саған баратта тұрады. Өйткені бірінші үйретушісі бұлағы сен өзіңсің. Сол үшін пайғамбарымыз да айтып кеткен сол: "Хайрукум ман таалламал Qur'ана ва алламаху", сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп үйреткендерің дейді. Сондықтан білген білімімізді жаңағы ешек құсап, кітап арқылы ешек құсап жүре берместен, сол білімімізді басқа үйретуге тырысуымыз керек. Бала шағамыздың қасында болсақ та, достарымызбен бірге болсақ та, жаңағы әйтеуір әке-шешемізбен болсақ та, қолымыздан келгенше үйрете берейік. Пайғамбарымыз айтты: "Тамақ ішетін болсаң, бисмилля деп же, үйге кірсең бисмилля деп кір" деген. Осыны айтсаң, саған шайтан бірге тамақ ішпейді, үйге бірге кірмейді. Ұмытып кетсең, шайтан осы үйде қонады екен, тамақ ішеді екен деген сияқты нәрсе үйретсек, осы нәрсені істесе, біреуге дәрет үйретсек, біреуге намаз үйретсек, осы бізге біреуге таухид үйретсек, ертең соны үйретсе, ол басқа үйретсе, сауап баратта тұрады екен. Осы нәрсеге құштарлануымыз керек. Үшіншісі, маңыздысы бізде көп білмейтіні. Бұл енді екеуі көзіміз тірі кезінде істеп кететін нәрсе болса, үшіншісі өлгеннен кейін бізге пайда беретін, ол валадун солихун яд'у лаху. Бұл жерде үш сөз бар. Бала ізгі дұға қылатын деген. Валад сөзмен келіп тұр. Бұл арабтың сөзі, бала деген қыз бала болса да, ұл болмаса да, оның көпше түрі аулад. Қазақта бұл сөз қолданады, әулет дейді ғой. Осы арабтың сөзі. Ұрын бұтақ артта қалған. Арабтың сөзі әулет деген сөз. Аулад деген сөзден шыққан арабтың. Мұны артта қырған әулет ұл бала бола ма, қыз бала бола ма? Ол құр бала емес. Қандай бала? Солихун, ізгі. Салих деген кім? Ол дегеніміз Аллахтың істе деген нәрсесін істеп, тыйыл деген нәрсесін тыйылған адам. Мұны соның дұғасынан өлгендер пайда көреді дейді. Соның дұғасынан әке шешесі пайда көреді дейді. Субханалла, қараңыздаршы. Біз егер әке шешемізге сол жанымыз ашитын болса, шын дұға қылатын болсақ, онда неге молда іздеп жүрміз? Біздің сонда шешеміз 10 ай бойы көтеріп омыртқасы аязын айналып боранның толған соң молдан туып па екен, бізді туып па екен? Неге біз өзіміз жақсылық істей алмаймыз? Түн ұйқысын 4 бөліп бізді қаққан, арқеті арта, арша, борбайды борша болып жүгіріп, балам шайнап отырса жайнап отырып, әке шешемізге сауап бағыштау үшін біреуге алып келеміз. Жоқ, онда молданың әкесі ме екен, молданың шешесі ме екен? Ол біздің әке шешеміз ғой. Ол біздің әке шешеміз. Оған дұға қылуымыз керек екен, бірақ дұға қылуымыз бару үшін оның бір шарты бар екен. Біз ізгі адам болуымыз керек екен. Құдайдың істе деген нәрсесін істеуіміз керек. Бір Аллаға сыйын деді ме, бір Аллаға сыйынуымыз керек. Намаз оқы деді ме, намаз оқуымыз керек. Ораза ұста деді ме, ораза ұстауымыз керек. Зинақорлық қылма деді ме, тыйылуымыз керек. Арақ ішпе деді ме, ішпеуіміз керек. Міне сонда біздің дұғамыз барады деп отыр да. Ал сен намаз оқымасаң, ішкенің арақ болатын болса, сөйлегенің шатақ болатын болса, онда сен қандай сауап барады сенен? Қандай сауап? Пайғамбар айтқан барады деп тұрған жоқ. Біз де үміт ете алмаймыз баратындығына. Онда шын әке шешесіне жан ашитын адамдар, олар моланың басына кірпіш тасығандар емес. Шын әке шешесіне жан ашитындар, қалтасының түбінен қымбат ақшаны шығарып молдаға бергендер емес. Ол шын әке шешесіне жан ашитындар, ол жаңағындай керемет ас өткізіп, ат шаптырып, палуан күрестіргендер емес. Шын әкесіне жан ашитындар 70-40 жылын бергендер емес. Шын әкесіне жан ашитындар, олар маңдайын сәждеге қоя алғандар. Өйткені солардың ғана дұғасы барады. Ал мұсылман әрқашанда әке шешесіне дұға қылады. Тірі кезде де өлген кезде. Құран аяттары бұған тола. Пайғамбарымыздың хадисі бұған тола. Әркешінде әке шешеге дұға қылуды, бірақ ол дұға қылудың сауабы өзіміздің ізгі болуымыз болып табылады екен. Сол үшін бұл нәрсеге өте ықтият болуымыз керек. Кімде кімнің әйтеуір біз өмір сүрген кезде 3 нәрсе бар бізде. Бізге дің алдымызда, біздің артымызда, біздің қасымызда жүретін адамдар бар. Алдымызда жүрген әке шешеміз болса, артымызда жүрген бала шағамыз болса, қасымызда жүрген әйел жұбайларымыз болатын болса, осы 3 адамдарда ізгі болатын болса, онда сен бақытты адамсың да.